Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез жасалатын табада пісетін попо пиццаның рецебімен бөлісемін. Яғни бұл пиццаның құрамында ұн болмайды. Бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның үстінен шым-шым тұз қосамыз. Егер сіз пиццаның дәмі қаттырақ, ащырақ болғанын қаласаңыз, тұзын көп қоссаңыздар да болады. Біз ұнның орнына жүгері ұнын қолданамыз. Мен жүгері жармасын блендермен майдалап өткізіп алдым. Олардың үстінен қамыр қопсытқыш және барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің қамырымыз сұйықтау болу керек, ол үшін аз мөлшерде сүт қосамыз. Біздің қамырымыз осымен дайын. Енді үстіне қосатын салмаларын дайындаймыз. Мен салмасына үкіштен өткізілген ірімшік алдым, көк пияз, қызанақ, қызыл пияз және де шұжық. Табамызға бір ас қасық сұйық май құямыз. Дайын болған қамырымызды табамызға орналастырамыз. Қамыр бір-бірімен бірігу үшін біз қақпағын жауып 3-4 минутқа қалдырамыз. 3-4 минут өткен соң қамыр бірігеді. Олардың үстінен томат пастасын жағып шығамыз. Томат пастасын жағып болған соң, олардың үстінен өзіміздің салмаларымызды қойып шығамыз. Біздің отымыз ең төменгі, ең баяу отта тұруы керек. Барлық салмаларымызды қойып шықтық. Енді сыр ерігенше қақпағын жауып 5 минутқа қалдырамыз. Біздің табада пісетін попо пиццамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дәмі өте дәмді, ұнсыз. Яғни бұл пиццамыз біздің артық салмақ қосып алмауымызға көмектеседі. Бұл пиццаны май жеуге болмайтын, құрамына ұн қосылып жасалатын тағамдарды жеуге болмайтын және артық салмақпен күресіп жүрген адамдарға осы пиццаның рецебін ұсынамын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін
үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым.